Сонымен кетке. Енді таза корей сандары жазып алыңыздар. Таза корей сандары деп, иә? Таза корей сандары тоже ең алдымен бұлар қандай жағдайда қолданылады? Таза корей сандары, жаңа айттым, иә, сіз өзіңіздің жасыңызды айтқан кезде, және сағатты айтқан кезде, минутты біз жаңа немен айттық, Қытай цифрларымен айттық. Сағатты таза корей сандарымен айтамыз. Келесі, санаған кезде, санақта, яғни мысалға біз бір жерге жүгірейін деп атқандамыз, бір нәрсені бастайын атқанда 1, 2, 3 деп санайды. Сол секілді, болмаса сен тығыл, мен 10-ға дейін санайын деп 10-ға дейін санап атасыз ғой. Сол момент елестеткен кезде, яғни санаған кезде таза корей сандарымен санайды, және қандай да бір заттардың сан мөлшерін айтқан кезде, мысалға 2 адам, 2 мёң, 2 жануар, 2 мари деген секілді, сондай қандай да бір заттардың, мысалға 2 тарелке, 2 кіріт деген секілді сондайды айтқан кезде, мөлшерін айтқан кезде, осындай таза корей сандары қолданылады екен. Ең алдымен олардың жазылуын, барлық айтылуына тоқталып алайық, иә? Ең бірінші 1. Хана. Бірақ бай жақшаның ішіне хан деп қоямыз. Яғни бұл, мысалға, мен 1 жастамын дегенде, хансаль, ханасаль деп айтпаймыз. Осы қысқартылған формасы қолданылады. Келесі 2. Екіміз бізде төл. Төл. Бұның да осындай қолданған кезде қысқартылған ту деген формасы қолданылады. 3. Сет. Бұның да қысқартылған формасы қолданылады. Се деген. 4. Төртіміз бізде нет. Неттің да не деген қысқартылған формасы қолданылады. Қара-қарай өздері қолданылады. 5-іміз біздің тасот. Тасот. 6-шымыз йосот. Йосот. 7-шіміз илгоп. Илгоп. 8-шіміз йодольп. Кеше мысалға 18 жасты айтқан кезде айттық, иә, йодольп деп осын қолдандық. 9. 9-мыз біздің ахоп. 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 10-мыз йол. Йол. Енді 10-нан ары қарай сандар құраған кезде, тура жоғардағы бағана Қытай цифрынан біз қалай құрадық, сандарды тура солай кете береді. Мысалға, 11-ді айту үшін 10 плюс 1 болады. Яғни, қазір айтам. 10 плюс 1. Так. Так. 10 плюс 1. 10-мыз бізде қалай болды? Йол болды. 11-міз сонда 10 қосу 1 ғой? 11. Яғни, йолды жазамыз. Йол және 1. Йол ғана. Йол ғана. 11. Осылай. Йол, тул, йол, сет деп кете береді. Ең соңында 19-мыз. 10 қосу 9, е? Яғни, йол және ахоп. Йол ахоп. Тура жаңағы Қытай цифрлары сияқты жасай береміз. Келесі 20. Бірақ енді 20-да жаңа Қытай цифрлары 20 бізде 2 көбейтілген 10 деп жасала салды ғой. Бірақ таза корей цифрларында 20-ға өзіне арналған жеке атауы бар. 20 бізде болады сонда с мүл болады. Бірақ бұның да жоғардағы 4 сан бар ғой. Хана, дөл, сет, нет деген секілді өзінің қысқарған формасы бар. Қолданғанда қолданатын ол с му.
кеттік. 20 осылай болды, иә. Енді 20-дан 21-ден бастап 29-ға дейін сандар құраған кезде де дәл солай. 21 тең болады 20 қосу 1. Сонда 20-мыз біздің смөл, біріміз біздің хана, смөл хана. 21. Бірақ бұны қысқартылып жасымызда мысалға айтқанда 21 жастамын десек, смөл хананың қысқартылған формасы жазылады. Смөл хан. Смөл хана. Осылай смөл түл, смөл сет деп кете береді. Ең соңында 29-да айтамыз. 20 қосу 9, иә. 20 бізде смөл. 9-ымыз мына жерде тұр. Ахоп. Смөл ахоп. Так, 20-лықтар кетті. Келесі 30-да да дәл солай. Мысалға, Қытай тілінде 30-да айтқан кезде жеке не болды, иә? Неге арналған? Жеке сөз болған жоқ, яғни 3 пенен 10-ның көбейтіндісі ретінде айтылды, бірақ таза корей сандарында 30-ға арналған тоже өзіндік жеке саны атау бар. Ол сорын, 30, сорын. Келесі 31-де жасағанда дәл солай, 30 қосу 1, яғни сорын хана. 32-міз 30 қосу 2, сорын түл. 33-міз 30 қосу 3, сорын сет. Осылай кете береді. Ең соңында 39 жазылайық. 39-мыз сорын ахоп, иә? Сорын ахоп. Кеттік. 40. 40-қа да жеке өзіне атау бар. 40 бізде махын. Білем, бұның барлық сіздерге бір күнде өте көп информация болып кеткенін, бірақ енді 5 күн болғандықтан барынша біраз ақпаратты сіздерге бергім келді. Кейін оны тура бүгін жаттап алмасаңыздар да күнде қайталап жаттап аласыздар. Сонымен махын 40 болды. Бұдан да дәл сондай сандар жасаған кезде 41-міз тең 40 қосу 1, яғни махын қосу хана. Махын хана, иә? 41. Кеттік. Осылай кете береді. 49-да дәл солай. 40 қосу 9 тең болады махын ахоп болады. Осымен 40 кетті. 50. 50-ге де өзіне жеке сөз бар. Шүйн. 51 жасағанда дәл солай. Шүйн хана, шөл түл, шүйн сет, шүйн нет, шүйн тасот деп кете береді. Жақсы ғой, ә? 59 айтқанда да шүйн ахоп болады. Келесі 60. 60-тың жеке өзінің саны есун. Есун болады. Есун. 70-тің жеке саны дұрыстап жазайын. Илхын болады. 80-нің жеке атауы йодын. 90-ның жеке атауы ахын. Осымен бітті. 99-ды айтатын болсақ, мысалы 91-ді айту үшін ахын хана, ахын түл, ахын сет деп кете береді. Ең соңында 99-ымыз қалай болады? Ахын 9-ымыз ахоп, ахын ахоп болады. Және таза корей цифрлары 99-дан кейін бар, бірақ оларды корейстер мүлдем қолданбайды. 99-дан кейін, яғни 100-ден бастап уже жаңағы бірінші бөлікте өткен Қытай цифрлары қолданылады. Яғни 99-дан корей цифрлары аспайды екен. Ең алдымен енді осылардың қолдануына келейік. Ең алдымен корей цифрлары сағат айтқанда қолданылады дедім, иә? Сағат дегеніміз ши. Мысалға, сағат тура қазіргі сағатты айтайықшы. 22:46. 22 деген оларда 24 сағаттық жүйемен емес, 12 сағаттық жүйемен, яғни 22 бізде 10, иә? 10:46 сағатымыз. 10 дегеніміз корей цифрларымен айтқанда, жаңа қайда? Йөл болды, иә? Йөл. Так, 10:40. Айтамыз, 10 дегеніміз йөл. 40 дегеніміз бұл минут уже. Мынау сағат, мынау минут қой. Сағатты таза корей цифрмен айтамыз. Минутты Қытай сандарымен айтамыз. Яғни 46 минут деу керек, иә? Йөл ши, 10 сағат деген сөз, ши дегеніміз сағат.
яғни 10 сағат. Енді 46 минут деп айту керек қой. 46-мыз қалай айтылады? Са ши бетіне. Минут дегеніміз бун етін. Сонда 10 са 10 бун дегеніміз 10-нан 46 минут кетті деген сөз. Тағы да сағат айтып көрейік. Мысалға, сағат 5 болсын, е? 5-тен 29 минут кетсін. 5 деген бізде қалай еді? Тасот етін, е? Сағат дегеніміз ши, тасот ши. Енді 29-ды Қытай цифрларымен айтамыз. И шип, ку, 29, және минут, бун. Тасот ши, и шип, ку, бун. 5-тен 29 кетті. Тағы да бір мысал келтіре салайын. Мысалға, тағат 9-дан 36 кетті деп жарайды. 9 бізде сағатты таза корей цифрларымен айтамыз, минутты Қытай цифрларымен айтамыз. Кеттік. 9 дегеніміз таза корей цифрымен ахоп, я? Ахоп. Сағат дегеніміз ши. Ахоп ши болды. 9. Енді одан 36 минут кетті керек. 36 дегеніміз Қытай цифрларымен сам шип юк. Самшип юк бун. Самшип юк бун. Алпши самшип юк бун. Яғни 9-дан 36 минут кетті. Келесі, ең бірінші сонымен біздің неміз таза корей сандары сағат айтқанда қолданады екен, минут айтқанда емес, сағат айтқанда. Екінші таза корей цифрлары кеше айттым, Чагисуге айтқан кезде жас, өзіңіздің жасыңызды айтқанда. Жас деген бізде саль деген сөз болды. Саль. Жас айтқанда. Мысалға, қалай айтайық? 90 жас болсын, 90 дегеніміз қалай еді? Ақын етін. Ақын саль десек, 90 жас. Мысалға, ақын сальға иеуді қоса салсақ, 90 жастамын болып кетеді. Мысалға, ақын сальдың алдына мысалға хальмонинін десек. Хальмонинін. Хальмони деген әже, нін деген жалғауды білесіздер не үшін жалғайтын? Хальмонинін ақын сарео. Әжем 90 жаста деген секілді шыға келді. Мысалға, чонын деген білеміз, чо деген мен, нінді білесіздер не үшін жалғайтын? Чонын, мысалға, айта салайық, қандай жасай айтайық? Мысалға, 52 демін деп айтайық, 52 дем. 50 дегеніміз шуин, 2 дегеніміз түл, бірақ оны қолданған кезде қысқартылған формасы ыл жазылмайды дедім, шуин. Қаяқта көрсететін сіздерге. Неқті айттым ғой, міне қайсандар хана хан деп қолданады, түл ту деп қолданады, сет се деп, нет не деп, және 20 смул сму деп қолданады. Соңғы әріптері, яғни подчимдер түсіріліп айтылады, яғни 52. Негізі шуин түл болу керек, шуин ту деп айтады. Шуин ту саль иео. Яғни 52 чонын шуин ту саль иео. Мен 52 жастамын. Мысалға, мен 47 демін деп айтайық, чонын, или менің әкем деп айтайық, абоджинін 47 жаста деп айту керек. 40 дегеніміз бізде жаңа қалай болды? Махын болды. Махын 7-міз қалай? Илгоп болды, Махын илгоп саль иео. Абоджинің махын илгоп саль иео. Сонда менің әкем 47 жаста. Сонымен таза корей сандары екінші жас айтқанда қолданылды екен. Жаңа сағат айтқанда қолданылды, Енді жас сағат айтқанда қолданылады дедім. Тағы да қандай да бір заттарды санағанда қолданылады дедім ғой. Ол санауға арналған сөздеріміз мыналар. Бун дегеніміз, жоқ. Мысалға, жан. Жан бұл мысалға кружка бар ғой. Кружкамен саналатын заттарға, мысалға, кофеге, шайға. Мысалға, копи
хан, жан десек, копи, кофе, хан дегеніміз жаңағы бір бар ғой, бір деген санның қысқартылған формасы хан. Қолданғанда қысқартылған формасы қолданады дедім ғой. Копи, хан, жан. Хан, жан дегеніміз сонда кружка деген сөз. Бір кружка кофе деген сөз. Яғни осындай санауға арналған сөздер бар ғой. Бір кружка кофе, бір парақ, дәптер деген секілді сондай санауға арналған сөздер. Келесі, жаннан бөлек санауға арналған қандай мен сіздерге сөз айтсам болады? Мёң, мысалға мёң. Адамды санауға арналған сөз. Мёң. Адамды санауға арналған сөз. Мысалға, менің отбасымда кажок деген отбасы, ін дегенді білесіздер не үшін? Менің отбасымда 6 адам бар деп айтайық, 6 дегеніміз йосот. Йосоттан кейін адам санайтын сөзді қолданамыз. Сонда йосот мёң, ие요. 제 가족은 6명이에요. менің отбасымда 6 адам бар. Яғни мёң, жан, сал, яғни жасты санайтын, осындай санайтын, санаулыш мағынасы, мөлшер мағынасын білдіретін сөздермен де осы таза корей цифрлары қолданылады екен. Сонымен қайталайтын болсақ, қорытындылайтын болсақ, ең бірінші бүкіл өткен сабағымызды қорытындылайтын болсақ, корейлердің санау жүйелері екіге бөлінеді екен, Қытай цифрлары, яғни Қытай цифрлары болғанда тура ол Қытайдың цифрлары емес, просто Қытай тілінен енген цифрлар. Қытай тілінен енген цифрлар және өздерінің табиғи цифрлары. Яғни байқап отырғанымыздай өте көп қолданылады екен Қытай тілінен енген цифрлар, Қытай тілінен енген цифрларды қолданады екенбіз. Ең бірінші жылды айтқанда, айды айтқан кезде, күнді айтқанда, минутты айтқанда, секундты айтқан кезде және өлшем бірліктер килограмм, грамм, литр, метр деген соларды айтқанда және ақшаны айтқан кезде біз Қытай цифрларын қолданады екенбіз. Келесі екінші таза корей цифрлары. Таза корей цифрлары тек 99-ға дейін ғана бар екен, 100-ден бастап уже Қытай цифрлары қолданылады екен. Және таза корей цифрларын біз өзіміздің жасымызды айтқан кезде, қанша жаста екенімізді, сағатты айтқан кезде және санаған кезде, мысалға 1, 2, 3, 4, 5 деп осылай санаған кезде, және белгілі бір заттардың мөлшерін айтқанда, мысалға 1 кесе шай, бірнеше адам, осындай нәрселерді айтқан кезде, таза корей цифрлары қолданылады екен. Бірақ сіздерге бай қарап отырсаңыз, қатты қиын емес, просто атауларын жаттап алу ғана керек болады. Так, сіздерге бірінші мен мынандай тапсырмаларды бірге орындап көрейік қазір, бірнешеуін. Қалғандарын өздеріңізге үйге беріледі. Қайсысын? Так. Мысалға былай. Тапсырма бірге қарап көрейік. Тапсырма бір. 2-ден 50 кетті деп айтатын болсақ, бұл жердегі 2-ні біз таза корей цифрларымен айтамыз. 50 кетті дегенді минутты Қытай цифрларымен айтамыз. Сонда кеттік. 2 дегеніміз ту, бірақ оның қысқартылған ту деген формасын айтамыз. Сонда ту ши дегеніміз сағат, ту ши, ошип бун болады. 2-ден 50 минут кетті. Ту ши, ошип бун. Келесі 11:00 дегеніміз, бізде оларда 12 сағаттық жүйемен айтады дедік қой. Яғни мынандай нәрсе бар. Сағат айтқан кезде оху ожон деген нәрсе бар. Оху ожон. Мынадай. Оху ожон. Оху дегеніміз бізде түстен кейінгі уақыт болады да. Ожон дегеніміз таңғы уақыт. Яғни мына жердегі 11 дегеніміз бұл уже түстен кейінгі кешкі уақыт қой. 11 дегенді айтып ал. Біз мысалға кешкі сағатты айту үшін 23:00 деп айтамыз да, күндізгіні айту үшін 11 деп айтамыз ғой. Олар екеуінде 11 деп айтады. Бірақ күндізгі 11-ді айту үшін оның қасына ожонды қосады, түнгі 11-ді айту үшін қасына охуды қосады. Сонда мынау түнгі 11, яғни оху ёл ханши имнида, оху ёл ханши ие요. Сонда сағат қазір түнгі 11 болды. Келесі, мысалға 15:22 дегеніміз
түскі 3:22 ғой. Түскі деген сөзді мен оқумен айтады дедім, иә? Яғни оқу, 3 дегеніміз сеши, ишип, ибун, иею болады. Түсінікті ғой? Дәл осылай сағатты айтады екенбіз. Тағы қандай тапсырма? Қалған сағаттарды өздеріңіз қасына жазып көресіздер, жақсы ма? Мынау жаңағы өліміз айттым, иә? Кез келген біздікіндей секілді айлардың оларда арнайы атауы жоқ. Әр айдың реттік нөмірі сол айдың атауы бола салады. Мысалға, қаңтар 1-ші ай ироль, ақпан 2-ші ай иоль, иә? Осында жаттайсыздар. Таза корей сандары негізі таза корей сандары бар, бірақ олар қолданылмайды. Олардың орнына мына Қытайдың сандары қолданылады екен. 99-ға дейін таза корей сандары бар, 100-ден бастап уже корей цифрлар қолданылады екен. Яғни 100 дегеніміз бек, 1000 дегеніміз чон, 10 мыңдық дегеніміз ман. Және тағы да маңызды нәрсе, ұмытпайтынымыз, тағы да қайталап айтам. Бізде 1000-дық жүйемен саналатын болса, оларда 10 мыңдық жүйемен саналады. Жаңағы мысалға 100 мың дегенді айтқан кезде біз 100 және 1000 деп айтатын болсақ, олар 10 және ман. Яғни ман дегеніміз 4 нөл. Бізде 3 нөлдік жүйе болса, оларда 4 нөлдік жүйе. Сол нәрсені ұмытпаймыз. Және тағы ұмытпаймыз. Уақыт айтқан кезде сағатты таза корей цифрымен айтамыз да, минутын Қытай цифрымен айтамыз. Неге олай қиындататынын білмеймін, бірақ солай істейді олар. Так, енді үй жұмыстарыңызды түсіндірейін. Үй жұмыстарыңыз ең алдыменен мынау бізде неше бет өзі 7 беттік материалды толық бастан аяқ оқып қайталап шығасыздар, сіңіріп алу үшін. Және мен сіздерге біздің Инстаграм парақшада андай видеолармен арнайы түсіндірілген осы таза корей сандары мен Қытай сандарына арналған тақырып бар еді. Сол ссылкаға өтіп, барлығын толықтай оқып сіңіріп аласыздар. Яғни бірінші толық 7 беттік материалды бағдарламаны оқып шығу керек. Екінші жаңағы ссылка бойынша Инстаграмдағы сандарға қатысты посттарды оқып, тоже әбден ұғынып алу керек. Сосын ең соңында үй жұмысы деген, иә? Күнделікті өздеріңіз орындайтын мынадай үй жұмысының жазба тапсырмалар, жазба қабілетін, жазу қабілетін, яғни СКИ-ді дамытуға. Бірінші, екінші, үшіншіміз жазуға, төртіншіміз тоже жазуға, және соңғы 5-ші тапсырмамыз күнделікті істейтіндеріңіздей ссылкаға өтіп, осы бүгінгі сандарға қатысты, ол жерде басқа ел азаматтарының түсіндірген видеолары да бар, таза корейлердің өздерінің түсіндірген сандарға қатысты видеолары бар, балаларға арналған санауды үйрету видеолары бар, солардың барлығын көріп, жазып, конспектлеп жазып аламыз, иә? Так, сонымен, онда бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды осыменен. Білем, өте көп ақпарат болады, бірақ күнге мынау негізі таза корей цифрларын өзін бір алдына бөлек, Қытай цифрларын өзін бір алдына бөлек өту керек, бірақ мен сіздерге барынша мол ақпаратты беруге тырыстым, сондықтан солай кішкене қиын болуы мүмкін, бірақ сәл ғана тырыссаңыздар, ешқандай да қатты алып баратқан ештеңесі жоқ. Так, сонымен біздің осылайша 5 күндік марафонды аяқтап тастадық. Бұйырса, мен сіздерге тағы да алдағы уақытта жалғастырғысы келетіндерге, осы қарқынмен алып кеткісі келетіндерге мен қазір план жасап жатырмын. Сосын сіздерге ол жасаған планым туралы бұйырса мүмкін ертең кешке немесе әр күні айтып, сол телеграм группасына жіберетін боламын. Және телеграм группасы бізде қашан басталды? Суббота күні бізде алғаш басталды ғой, или пятница басталды ма? Сол басталған күннен бастап 20 күн бойы телеграм группа бізде сол ашық тұрады. Сол 20 күннің ішінде қайталап оқи аласыздар. Бірақ Инстаграмнан сіздерді ертең уже өшіремін барлықтарыңызды, бірақ телеграм группа тұра береді. Және WhatsApp группаны өшірем, телеграм тұра береді. Өйткені ол жерде барлық ақпараттар мен видеолар сол жерге жіберілді. Сіздер сол 20 күннің ішінде кез келген уақытта қайталап көре алу үшін. Жақсы ғой, иә? 20 күннен кейін телеграм группадан да барлықтарыңызды өшіретін болам. Сол аралықта міндетті түрде оқып алыңыздар, жақсы ма? Иә, жалғастырғысы келетіндерге бұйырса мен сол ақпарат айтам қалай болатынын. Жақсы, онда бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.